еліміздің ең ескі қаласы Отырар және ең жаңа қаласы Нұр-Сұлтанның арасында шамамен 2000 жылдан астам уақыт бар. 1830 жылы негізі қаланған Ақмола қаласының тарихына тоқталмай, 1997 жылы бой көтерген елордамызды көрсеткім келеді. Бүгінгі Нұр-Сұлтан еңсесі биік, көк аспанды тіреген ғимараттары мол мегаполис. Осында келген соң қалаға сай болғың келеді. Қыстың қаттылығы соншалық сән қуалауға мұрша болмайды. Зәулім ғимараттар да желден қорғамайды. Бұл қала несімен ұнайды дейсіз бе? Міне, мынадай көрінісі жан-жақтылығы мен заманға сай болғаны қызықтырады. Тамаша! Бұл видео Қазақстанның ең үздік қаласы жайлы емес. Әр мекеннің өз ерекшелігі бар. Бұл бейне ең заманауи қала жайлы. Дәлірек айтсам, сол жағалаудағы бөлігі туралы. Ежелгі қалаға саяхат жасап, артынша өзімнің құрбымдай болған жас қалаға оралсам, қалай болар екен? Көрейікші. Отырар Орта Азияның ең ірі және ең бай қаласы. Кезінде ол көкке бойын созған кең әрі әсем қала болды. Айналаға қарап, ежелгі Отырардың ұлылығын сезінуге болады. Отырар Ұлы Жібек жолының сан саласы түйіскен маңызды орталық еді. Дүниенің түкпір-түкпірінен саяхатшылар осында ағылып келетін. Мына құдықтың тереңдігі 12 метр. Нұр-Сұлтанда саябақ көп, бірақ аязды күнде серуендеген адамдар сирек кездеседі. Ал жаздағы көрініс мүлде бөлек. Керісінше, адам көп болады. Мұнда жұмыс істеген керемет, барлық жағдай жасалған. Кеңсе қызметкерлері көп болған соң, тіпті ақ жағалылар қаласы деп атайтындар да бар. Нұр-Сұлтан аспаны өз алдына бөлек әңгіме. Ерекше әдемі болады. Таң атқанда, күн батқанда, әйнек ғимараттарға толы қала түрлі түске боялып, көркіне көрік қосылады. Нұр-Сұлтан еліміздің астанасы әрі әкімшілік орталығы. Маңызды шешімдердің барлығы осында қабылданады. Елорда еліміздің соғып тұрған жүрегі секілді даму импульстарын жан-жаққа таратады. Айтпақшы, Қазақ туризм ұлттық компаниясының кеңсесі осында. Ел туризмін дамытуға бағытталған жобалар осы жерден бастау алады. Бірақ бұл тақырыпты терең қазбай қойық. Бұл қала іскерлік туризмді дамытуға да қолайлы. Блежер деген жаңа ұғымға сай. Айтпақшы, ол сөз бизнес-турист дегенді білдіреді. Яғни, Нұр-Сұлтанға жұмыс бабымен келгенде, сұлу қаланы аралап қыдыруға да үлгеруге болады. Не себепті көшеде жүрген адам аз? Өйткені күндіз бәрі жұмыста, ал кешке сауда ойын сауық орталықтарында. Шындығында, Қазақстан қалаларындағы ғимараттардың көбі кеңес үкіметі кезінде салынған. Сол үшін бір қарағанда бір-біріне ұқсас көрінеді. Бірақ бас шаһардағы көрініс басқаша. Қала заманауи сәулет өнерінің үлгісі. Ыңғайлы, кең, жарық. Қазір сіздерге ескі мен жаңаның арасын жалғайтын қалашықты көрсетемін. Ол ең танымал туристік нысандардың бірі. Суретке түскіштердің көбі осында келеді. Көшпенділер фильмін түсіру үшін салынған нысан. Іле өзенінің жағасында құрылған қалашықтың келбеті ескі болғанымен, биыл 15 жасқа ғана толып отыр. Жыл сайын мұнда туристер ағылады. Бәрі ерекше ескерткіш музейді көргісі келеді. Осы қаладағы әр қадам мені 2000 жыл бұрын болған оқиғаларға жақындатады.
адамдардың өмір салты мен тыныс тіршілігін елестеткенде бойымды ерекше сезім билейді. Отырар секілді ұлы жібек жолының бойында орналасқан ескі қалалар керуендер жүрген кезде дамудың, өркендеудің ең биік шыңына жетті. Кейін теңіз жолдары ашылып керуендер тоқтағанда қаладағы қайнап тұрған өмір де өше бастады. Ал мынау Отырардың егіз сыңары Сауран қаласының орны. Қайда жүрсең де, қай жердің ауасын жұтсаң да, саяхаттың басты мақсаты әлемді танып, ішкі дүниеңді байыту. Еліміздің қай жеріне сапар шексеңіз де, жаңа естеліктер мен жағымды әсер алатыныңыз сөзсіз. Сөз соңында ежелгі мекендердің тағы бірін көрсетейінші, қысқаша. Бұл біздің ата-бабаларымыз алғаш рет жылқыны қолға үйреткен Ботай қонысы. Бүгінге айтарым осы, лайк басып арнамызға жазылыңыз, ал мен алдағы уақыттарда сіздерге тағы да қызықты видеоларды ұсынамын.